Баршаларыңызға сәлем достар. Бүгін Oreo Bubble Tea'нің бүкіл құпиясымен бөлісетін боламын. Назар аударыңыздар, бір стакан Oreo 0,7 объем 2100 теңге тұрады. Әр сатып алған сайын 2100 теңге кетіре бермей, үйде өзім үй жағдайында арзанырақ бір пачка Oreo мен 3-4 Bubble Tea'ді шығаруды дұрыс көрдім. Каналыма тіркеліп лайк басып комментарий жазыңыздар, ал біз кеттік. Бізге керек ингредиенттер, ол взбитые сливки порошогы. Кейбір жерде шанти деп аталады. Шанти құны 500 теңге. 150 мл суға араластырасыздар осы порошокты миксермен. Сіздерде дайын шапка пайда болады, крем. Осындай тапиока керек болады. Oreo бір пачкасы және де осындай Bubble Tea ішіп жүрген стакандарыңыз бар болса тіптен керемет. Стакан не обязательно кез келген емкость бола береді. Главное трубочка болса болды, арасынан тапиока өтетін. Ең алдымен тапиокамызды алып қайнап тұрған ыстық суға саламыз. Бір стаканға 0,7 объеммен 3 ас қасық тапиока жеткілікті. Қанша қасық тапиока салдыңыздар, сонша қасық шекер саласыздар. Өткен тапиоканың өзі дәмсіз, оған кішкене қантпен дәм беруге болады. Әр 1 минут сайын тапиоканы араластырып тұру қажет, себебі түбіне жабысып қалуы мүмкін. Және суды молынан қоя беріңіздер, тапиока судың ішінде жүзіп жүру керек. Осылай тапиокамызды 20-25 минут суда бұқтырамыз. Ал қалған тапиоканы міндетті түрде морозилькте сақтауымыз қажет. Тапиоканы мен Шымкент қаласындағы кондитерлік магазиннен сатып алдым. Өздеріңіз кез келген осындай кондитерлік магазиннен немесе Валберстен заказ берсеңіздер болады. Тапиокамыз пісем дегенше Ореоны блендердің көмегімен майдалап аламыз. Блендер жоқ болса, әрине оқтаумен де майдалауға болады. Мінекей бізде ұнтақталған Oreo печеньесі дайын болды. Мінекей бұны сіздерге үлгі ретінде алдым. Өзім алдын ала істеп қойған едім кремін. Жалпы взбитые сливки шанти порошогы деп аталады. Осы порошокты 150 мл мұздай сүтке салып, миксермен жақсылап араластырсаңыздар, бір 2-3 минутта сіздерде стойка пенка шығады. Бұл пенканы Bubble Tea'дің үстіне қоюға пайдаланады кафелерде. Біздің Bubble Tea'міз дайын. Енді Bubble Tea'мізді сүзгіден өткіземіз. Bubble Tea'дің өзін ғана қалдырамыз да бірден стаканға салып жіберсеңіздер болады. Ал енді барлығын жинау ғана қалды. Ең алдымен стаканға Oreo'ның печеньелерін саламыз. Содан соң Bubble Tea'ларымызды салып аламыз. Мен әдетте сүт қосамын. Бірақ сүтім аз болғандықтан мен Red Bubble Tea жасаймын. Ол дегеніміз сүттен кішкене және де үстінен қызыл шайдан. Крепкий емес, дәмі қатты шауып кетпеу керек. Сәл бір жағымды қызыл шайлар болады, соны үстінен қойсаңыздар болады. Ең соңында Bubble Tea'міз сұйық емес, су сияқты емес, кішкене қоюлану үшін біз шапка ретінде шантиімізді қосамыз. Дәл қазір мен тапиоканы қайнатқан су бар ғой, ол кішкене қант қосылғаннан кейін карамель сияқты дәм береді. Соны кішкене Bubble Tea'ма қосып жатырмын. Ең соңынан осындай шантиді шапка ретінде пайдаланып үстіне қоямын. Назар аударсаңыздар, мен бұны холодильниктен алдым шантиімді. Осылай кремді взбивать етіп болғаннан кейін холодильникке салсаңыздар, стойкая пена пайда болады сіздерде де. Болды, осымен бізде тапиока қосылған Oreo Bubble Tea'міз дайын. Бізде осындай коктейль пайда болды. Обычно Oreo коктейлін берген кезде крышкасын жауып, әбден шайқап ішіңіз деп айтады. Өйткені мына жерде крем бар, сүт бар, астында порошок Oreo бар, тапиока бар, барлығы бір-бірімен араласу қажет. Енді біз қазір барлығын араластырып ішетін боламыз. Аппетитно өте әдемі шықты біздің. В точь, қыздар. Точно сондай болған ғой, Bubble Tea. Ал қыздар, видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Менің каналымда әрдайым осындай қызықты рецептер шығады. Қазіргі таңда менің каналыма активно қосылудасыздар. Мен сіздерді өте қатты жақсы көремін, сыйлаймын, бағалаймын. Әрдайым жағымды комментарий қалдырып, лайк басып, активность көрсетесіздер. Рахмет сіздерге сол үшін. Барлықтарыңызға ризамын. Баршаларыңызға ас болсын. Алдағы қызықты шығарылымда кездескенше аман сау болыңыздар.